Құрметті достар, менің атым Әбілқасым Тұрбек Бауыржанұлы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Кирховтың заңдары. Бүгінгі өтетін сабақтың мақсаты, жоспары, бүгін біз Кирховтың заңдары туралы, Кирховтың тарихы туралы айтып өтетін боламыз. Бірінші Кирховтың тарихы, түйін деген не, контур деген не, одан кейін Кирховтың бірінші заңы және екінші заңы, оларға есептерді көрсетеміз. Одан кейін қорытындылап кететін боламыз. Бірінші Густав Роберт Кирховтың тарихы. Бұл 1824 жылы Германияда дүниеге келген, 12 наурызда. Бұл да біз физика ғылымына және химия ғылымына үлес қосқан физиктің бірі болып табылады. Бұл қалай анықтады деген сұрақ келеді. Бұл 21 жасында университетте жүрген кезде Ом заңын толық зерттеу үшін теориялық түрде есептер және формулаларды қолданып есептер шығарады. Теориялық түрде екі заңдылықты анықтайды. Осы екі заңдылықты кейін практикалық түрде және эксперименттік түрде есептерді шығарып, эксперименттік түрде тәжірибелерді орындау арқылы заңдылықтың дұрыс екенін анықтайды. Содан кейін оның бірінші және екінші заңы деп Кирховтың заңына атына аталды. Бірінші олардың Кирховтың заңдарын түсінбес бұрын түйін және контур деген нәрсені түсініп алуымыз керек. Түйін дегеніміз не? Үш немесе одан да көп тармақтардан жалғанған орынды түйін деп атаймыз. Бірінші схемаға қарап өтетін болсақ, бірінші схемада кедергі берілген, амперметр берілген, вольтметр берілген, батарея, яғни ток көзі берілген. Осы схемада қанша контур бар, қанша түйін бар, қанша тармақ бар. Бірінші түйін туралы айтатын болсақ, мына жерде көріп тұрғандай түйіннің схемадағы белгісі кәдімгі біздің жазатын нүкте. Қанша нүкте тұр? Бірінші 1 және 2 нүкте тұр. Енді бұлардың нүктелері қай жерде тұрады? Үш немесе одан да көп тармақтардың жалғанған орны. Мына жерде қарап тұратын болсаңыздар, мына жерде түйін жоқ. Себебі бұл жерде екеу ақ. Ал мына жерде қаратын болсақ, вольтметр және екі тармақ тұр. Бірінші тармақ, екінші тармақ және үшінші тармақ. Осы үш тармақтың ортасында түйін тұрады. Мына жерде екі түйін бар вольтметрдің жалғаны үшін. Бірінші және екінші түйін. Енді келесі схеманы қарайтын болсақ, бізде қанша түйін берілген? A, B, C, D. Осы төрт түйіні берілген. Мысалы, B түйін қарайық. B түйіннен бізге I1 ток күші келеді. Одан кейін B түйіннен өткеннен кейін I5 және I3-ке бөлініп кетті. Яғни ток күші 2-ке бөлінетін жер. Осыған байланысты бізде Кирховтың бірінші заңы шығады. Өйткені R5 және кедергі R3. Келесі бізде түсіну керек болатын нәрсе ол контур. Контурды қалайық. Контур бұл электр тізбегіндегі жабық жол, яғни ток күшінің нүктесінде шығып, қайта сол нүктеге келетін тұйықталған бағыт. Осы бағытты қарайтын болсақ, яғни ток күші шығып, қайтадан орнына келетін. Соны бір контур деп атаймыз. Мысалы, бірінші схемада қарапайым схема берілген. Сол схеманы қарайық. Батарея, кілт көзі и шам. Бізде не істеді? Батареядан шығып, ток күші кілтке келді. Кілттен шығып, шамға қарай барды. Шамнан арғатай қайтадан батареяға келді. Бұны бір контур деп атаймыз. Яғни бірінші контур деп атаймыз. Бұл жерде бір контур бар. Ал енді келесі схеманы қарастыратын болсақ, толық контурды түсіну үшін, мысалы, осындай күрделі схема берілген. Күрделі схемада бірінші ток көзі кернеу, ток көзі берілген, екі ток көзі берілген, электр қозғаушы күші біріншісі және екіншісі деп екіге бөліп аламыз. Бірінші электр қозғаушы күші өткеннен R1 кедергі кездеседі, кедергіден I1 ток өтеді. Сөйтеді да екіге бөлінеді. Тура жаңағыдай I3 және I2 ток күштерге бөлінеді. Одан кейін R2-ден өтеді, обратно I2 ток электр түйінге келеді, кездеседі. I3 обратно келгеннен кейін екеуі айналып қайтадан неге келеді? Электр қозғаушы күшіне, батареяға немесе ток көзіне келеді. Осы толық бір айналысты, бір контур дейміз. Екінші келесінде тағы бір электр қозғаушы күші бар. Оның қозғалысы қалай? Соны қарастырайық. I ток көзі шығады, айналып екінші түйінге келеді. Екінші түйіннен I2-ге келеді. Одан кейін I3
R3-ке өтіп, қайтадан осындай тағы бір өзінің қайтадан орнына қайтып келеді. Осыны толық тағы бір контур дейміз. Бұл жерде қарап отырғаныңыздай екі контур бар. Келесі, осыған байланысты Кирхофтың бірінші және екінші ережесі тұрады. Кирхофтың бірінші ережесінде түсінік деп айтып кететін болсақ, тоқ күшінің барлық кірген тоқ күші шыққан тоқ күшіне қосындысына тең деген сөз. Яғни бізде формулада көріп тұрғанымызда ай тоқ күшінің кіргені барлығының қосындысының ай тоқ шыққанның екеуінің барлығының қосындысына тең. Енді тағы бір жағдайды қарастырайық. Мысалы, бізде тоқ күші берілсін, I1 мен I2 ол кіріп жатсын, ал I3 тоқ күші шығып жатсын. Яғни сол кездегі жағдайда формула қалай өзгереді? Соны қарастырамыз. Бірінші I1 қосылған I2 тең I3 деген сөз. Енді I3-ті теңдіктің сол жағына қарай өткізетін болсақ, онда плюс таңба, минус таңба өтеді да, теңдіктің сол жағында 0 қалады. Осыдан осы формула шығарамыз. Келесінде есептерді осылай шығара беруге болады. Так, енді үшеуден көп берілетін болса, оны қалай шығару керек, және түйінге кіріп жатқан тоқ күштерінің қалай формуланы қолданатынымызды үйретеміз. Бірінші, мына жерде бір түйін берілген, түйеге кіріп жатқан тоқтар бар, және шығып жатқан тоқтар бар. Осының формуласы берілген, осыны қалай шыққанын түсіндіреміз. Бірінші, кіріп жатқан тоқтарды анықтайық. Кіріп жатқан тоқтардың саны қайсы. Мысалы, оның бағытымен белгіленеді. Бағыты ішке қарай, түйінге қарай бағытталу керек. Түйінге қарай бағытталған қанша ол? I5, I4, I3. Осы үшеуі кіретін тоқтар, кіріп жатқан тоқтар. Одан кейін шығып жатқандар, олар шығып жатқандар түйіннен ары қарай кету керек. Ол I1 және I2. Енді осылардың Кирхофтың бірінші ережесіне сәйкес кіріп жатқан тоқтардың қосындысы шығып жатқан тоқтардың қосындысына тең дедік. Шығып жатқан тоқтарды бір жетке реттеп алдық, кіріп жатқан тоқтарды бір жетке реттеп алдық. Және кіріп жатқан тоқтарды теңдіктің оң жағына қарай өткізетін болсақ, және формуланы реттейтін болсақ, онда бізде бірінші минус I1, минус I2, плюс I3, I4, I5 теңдіктің оң жағында 0 ғана қалады. Түсінікті, осылай формула қорытылады. Келесінде I6, I7 болатын болса, бірінші бағытына қараймыз, одан кейін солардың қосындысы таңбасына қараймыз. Так, келеді, осы Кирхофтың бірінші ережесіне арналған виртуалды бағдарлама көрсетілгенбіз. Бұл FET деген бағдарлама. Сол бағдарламада арнайы схема құрылыстық. Схемада тоқ күші түйінден 3-ке бөлінген. Бірінші кіріп жатқан I тоқ күші, байқап тұрсаңыздар, шығып жатқан I2 және I3 тоқ күштері берілген. Олардың схемасында қарап отырсаңдар, бірінші батареядан шығып қозғалыс жасайды. Бірінші R кедергі біріншісіне келеді, одан кейін 2-ке бөлінеді. I2 және I3 болып 2-ке бөлінеді, 2 кедергі қарай. Так, осы жерде берілгендерін реттеп жазып алайық. Берілгендерін. Так, бірінші берілген, бізге кіріп жатқан тоқтың мәні берілген. Оның мәні қарап тұрғанда 1,8 ампер. Одан кейін шығып жатқан тоқтың біреуі берілген. Оныкі 0,6 ампер. Одан кейін екіншісінің кернеуі бар. Кернеуі ол 12 вольт. Бізге табу керек, екінші R кедергінің табу керек. Бұндай есептерді ең алдымен түйінге шығып жатыр, түйін туралы болып жатқандықтан Кирхофтың бірінші ережесін пайдаланамыз. Бірінші ережесінде бізде айтты, кіріп жатқан тоқтың шығып жатқан тоқтың қосындысына тең дедік. Яғни осы жерден бізге қайсысы керек? I2 керек. I2 керек болғандықтан бізге I2-ні теңдіктің сол жағына өткізіп аламыз, қалғандарын теңдіктің оң жағына өткіземіз. Сол кезде формула осылай өзгереді. Сонда I кіріп жатқан тоқ азайтылған, I шығып жатқан тоқтың біреуісі. Біріншісі. Сонда мәндерін орнына қоямыз. 1,8 минус 0,6 тең 1,2 ампер шығады. Енді бізге керегі кедергі. Кедергіні шығару үшін бізде кернеуі бар, тоқ күші бар. Оны табу үшін еске түсіреміз. Ом заңы бар. Осы ом заңымен
кедергінің формуласын тауып аламыз. Кедергінің формуласы u бөлінген i болады. Яғни бізге кедергінің екіншісі керек болады екен, u2 i2 дейміз. Екеуінің де мәндері бар, солардың мәндерін әкеп орнына қоямыз. 12 бөлінген 1,2 болады. 12-ні 1,2-ге бөлетін болсақ 10 шығады. Енді келесі эксперимент жауабын тексеру керек. Бізде есеп қате шықпау керек, экспериментте дұрыс шығу керек. Сондықтан біз тексеріп көреміз. Тексеріп қарайтын болсақ, бұл жерде толық мәні, R2-ның кедергісінің мәні 10-ға шығып тұр. Так, енді Кирхофтың екінші ереже туралы айтатын болсақ, Кирхофтың екінші ережесі толық электр қозғаушы күштерінің мәні қосындысына, толық кернеулердің қосындысына, кедергіге келтірген кернеулердің қосындысына тең. Соған байланысты жаңағыдай Ом заңының формуласын қолданып, кернеудің мәні I көбейтілген R-ге тең деп айттық, дұрыс па? Соларда ашып жазып қойатын болсақ, осындай IR деген формула шығады. Бізге енді екі кедергі және бір электр қозғаушы күші, олардың кернеуі берілетін болса, онда формула былай өзгереді. Бір электр қозғаушы күші, олардың қосындысы екі кедергінің кернеулері, бірінші кедергінің екінші кернеуінің қосындыларына тең деп. Осындай формула өзгереді. Ал енді одан да көп болатын болса, қалай болады? Оны бірінші қарастырайық. Контур бойынша барлық кернеудің қосындысына нөлге тең дегенде заңдылық бар. Ол заңдылықты былай қарайды. Ең бірінші ток күшінің бағытын анықтап аламыз. Ток күшінің бағыты төменнен жоғарыға, оңнан солға қарай бағытталып отыр. Яғни былай және былай жүріп жатыр. Осыны қарайтын болсақ, бірінші ток күшінің бағытын анықтап алдық. Осы жерде кедергілердің кернеулерінің қосындысы нөлге тең. Яғни бағыттарын мән бермей жазатын болсақ, осылай жазуға болады. Яғни бірінші R бірінші кедергі, R екінші кедергі, R үшінші кедергі және R төртінші кедергі. Осылар әріптермен белгіленген, барлығының қосындысы нөлге тең болады. Яғни бізде кернеулерді электр қозғауышына тең деп мына бетке өткізетін болсақ, барлық формула қосу болады. Енді осы бойынша тағы бір ережелерін айтып, толық түсіну үшін ережені айтып және формуласын қорып шығып. Яғни күрделі схемалар берілетін болса, қалай жұмыс жасаймыз? Бірінші, бұл схемада не берілген? Екі электр қозғаушы күш берілген және үш кедергі берілген. Осы схемада бірінші электр қозғаушы күшінің формуласын және екінші электр қозғаушы күшінің формуласын ашып жазуымыз керек. Бұл қаяқтан шықты? Түсіндіріп өтейін. Бірінші контур деп айттық. Нақта алдында түсіндіргендей тура соған ұқсайды. Және бірінші контур және екінші контур. Екінші контур. Бірінші контур. Бірінші контурдың электр қозғаушы күші E1. Электр қозғаушы біріншісі. Одан ток күші келеді. Одан кейін келіп I2-ге R2-ден өтеді, айналып екінші дүйінге келіп, қайтадан обратно өзіне қарай келеді. Осы жердегі I1-дің формуласын ашамыз. Бірінші, бізде айттық, электр қозғаушы күшінің формуласы U1 қосылған U2 мына жағдайда қанша кедергі бар? R1 кедергі, R2 кедергі жатып бар, солға қатысты кернеуін қалай табамыз. Кернеудің формуласы I көбейтілген R-ге тең. Сондықтан біріншісіге де екіншісіге де сондай болады. Сөйтіп ашып жазатын болсақ, бізде екеуінің қосындысына тең дедік қой. Сонда U1 қосылған U2, оны ашатын болсақ, I1 R1 қосылған I2 R2. Электр қозғаушы күштің біріншісінің формуласы осындай болды. Енді бағыттарын қарап алыңдар деп айтатын. Не үшін? Осы туралы айтамыз. Екіншісі электр қозғаушы күші, екіншісі не істейді? Бірінші электр қозғаушы күшінде не ток жүреді, екінші түйінге келеді. Екінші түйіннен жоғары қарай шығып баратқан кезде бізде қарап тұратын болсақ, I2-ның бағыты электр қозғаушы күшінің ток күшінің бағытына қандай? Қарама-қарсы. Яғни қарама-қарсы болғандықтан, бағыт қарама-қарсы болғандықтан оның мәні минус болады. Одан кейін айналып келеді, қайтадан R3-ге және I3 осы жерде ток күші өтеді. Қайтадан осындай толық бір контур жүріп шығады. Соған байланысты бағыттағы егер қарама-қарсы болатын болса, онда ток күшінің бағытын минус таңбамен белгілейміз. Сонда U2 плюс U3 еді ғой. I-дің мәні қарама-қарсы, бағыт қарама-қарсы болғандықтан, I-дің мәні минус I2 R2 плюс I3 R3 болады.
Енді осыған байланысты виртуалды бағдарлама жасап көреміз. Так, керектің екінші ережесіне арналған виртуалды жұмыс жасап көреміз. Яғни қарапайым есеп виртуалды бағдарламамен бізде схема көрсетілген. Схемада батарея, кедергі, екі кедергі берілген. Батареяның беріп жатқан кернеуі 12 вольт, кедергінің бірінші кедергінікі 2 Ом, екінші кедергінікі 4 Ом. Енді осы жердегі бізге есепте ток күшін табуымыз керек. Қанша ток күші жүріп жатыр. Соны есептеу үшін есепке қарайық. Бірінші берілгендерін жазып аламыз. Тура сондай электр қозғаушы күші беріліп жатыр 12 вольт. Екінші кедергі беріп жатыр 2 Ом, екінші кедергі 4 Ом. Ток күшін табуымыз керек. Бірінші схемасын сызып аламыз. Схемасына ток күші қайға қарай жүріп жатыр. Соны қараймыз. Ток күші плюстен шығып, минусқа қарай кіріп жатыр. Яғни бағыты осылай бағыттасыз. Яғни сол жақтан оң жаққа қарай бағытталып жатыр. Бірінші R1-ді, одан кейін R2-ні кесіп өтіп жатыр. Тура осылай Кирхофтың екінші ережесін қолданып есептер шығарамыз. Бірінші Кирхофтың екінші ережесінде не деген? Толық электр қозғаушы күшінің қосындысы толық сол жерде өтіп жатқан тоқтың несіне тең? Қосындыларына тең. Тоқтардың өтіп жатқан электр қозғалысының кернеулерінің қосындысына тең. Бір жерде ескеретін, тізбектей жалғаған кезде, кедергілерді тізбектей жалғанда ток күші не болатын еді? Ток күші барлық жақта бірдей болатын. Осы ережені пайдалана отырып, бізде ток күшінің екі ток күші емес, бірақ бір ток күші өзгермей орнына келіп жатқанын қарауымызға болады, и ток күшін табу оңайырақ болады. Бірінші ток күшін табу үшін Кирхофтың екінші ережесін қолданамыз. Сол теңдіктің оң жағын бос қалдырып, қалған жағын сол жағына қарай өткіземіз. Сонда электр қозғаушы күші минус I R1 минус I R2 тең 0 болады. Осы формуланың енді бізге R-лердің және электр қозғаушы күшінің мәні бар. Соны орнына әкеп қояйық. Электр қозғаушы күшінің мәні 12 вольт минус 2I минус 4I тең 0 болады. Енді 12-ден минус 6I болады. I мен минус 2I минус 4I екі қосылып минус 6I болады. Содан кейін бізге тек қана айдың мәні керек. Айдың мәні керек болғандықтан қалғандарын теңдіктің басқа жағына өткізуіміз керек. Ондықтан бірінші таңбасы плюс таңбасы нәбетке өткізгенімізде және сонда 6I тең 12 болады. 6Iға көбейтіп тұрғанса теңдіктің оң жағына өткен кезде бөлу болады. Сонда 12 бөлінген 6 тең 2 ампер болады. Осылай жауабы 2 ампер шықты есептеу бойынша. Енді виртуалдық бағдарламада 2 ампер көрсетіп жатқан болса, онда біздің есебіміз дұрыс деген сөз. Сондықтан дұрыстығын тексеру мақсатында виртуалды бағдарламаға біз не қосамыз? Әрине амперметр қосамыз. Амперметрдің көрсеткіші ток күші 2 амперметр деп тұр. Яғни біздің есебіміз дұрыс шықты деген сөз. Так, келесі қорытындылай келе Кирхофтың заңдарын қолдану үшін күрделі есептерді қолданамыз. Ол күрделі есептерді шығару мақсатында Ом заңы қиынырақ болады. Соны реттеу үшін, сол заңдылықтарды анықтау үшін Кирхоф өздерінің екі заңын арнап кетті. Бірінші заңы түйіндерге арналған. Сондықтан, егер түйіндер туралы есептер шығаратын болсақ, Кирхофтың бірінші заңын қолданып шығару оңайырақ болады. Ал контурлар жайында есептер шығару керек болатын болса, Кирхофтың екінші ережесін қолданамыз. Осылай бізді есептерді қиындатпай, оңайлатып шығаруға болады. Сіздерге рахмет.